düştегі ғашықтың жарасы. Кезінде бұл абайды ұға алмады, қасында жақын түгіл дос қалмады. Сонда да қалың елім қазағым деп бедерлі келешекке көш қамдады. Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген сөзін кейіннен рас қолдады. Абай арқылы әлемде танып жатыр. Қазағым қар өлеңнің қасқалдағы. Саналы садасына сәуле шашар, абай үркер жұлдыз ғой аспандағы ай-ей-ей-ей-ей бе. Абайдың аруағы енді осы жерде орталық ашылып жатыр. Оған енді мықты жазушыларымыз, Смағұл сияқты осында көп азаматтар анда-санда келіп, мысалы, сырласып әңгімелесуге де болады. Өйткені артта тұрғанымыз көптеген кітаптар, ал енді бұл жерде шынымен үлкен ірі әңгімеге баруға болады. Өйткені абайдың деңгейі өте биік болған деңгей. Сондықтан біз шынымен үлкен баяғы мақсаттарды алдымызға қойып, оны шешуге жолын десек, абай ылғи да бізге арқа болады. Және де соған ол енді оған ешқандай дауы жоқ. Сондықтан бұл тек қана болған жақсы азамат емес, абай шынымен бізге ол мәңгілік. Ақылда, ашуда жоқ, күлкіде жоқ. Толап, қайнап, бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз. Ғылым осы жеуінің жөнін білмек. Абай айтқан кемел адам болу ол не? Ол тілі бүтін, діні бүтін, тарихи санасы бүтін, ғылымға ұмтылған, дамыған, өзге елдермен терезесі тең болуға ұмтылған қазақ. Осы қазақты абай көргісі келді, осындай кемел қазақты көргісі келді. Неге сондықтан бүгінгі шара бұл шыннан да жаңағы ғажайып проект Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан деген. Ай туғай келгенде қалқаға сөз дайын. Әлемдік әдебиетте өзіндік орын алған қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбаевтың шығармалары Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының алтын қорынан орталықтың кітап көрмесіне қойылды. Біз көрменің мазмұнын айтып өтетін болсам, бірінші Абай энциклопедиясынан бастадық, Абай тойы, Абай елі деген фотоальбомдардан бастадық, және де сонымен қатар Абай тура Абайдың өскен ортасы, Абайдың өмір жолы туралы қысқа да нұсқа анықтамалық библиографиялық басылымдарды қойдық. Осы анықтамалық библиографиялық басылымдар біздің ұлттық кітапханада 1940 жылдардан бастап бүгінгі күнге дейінгі ақынның мерейтойына арналған шығып тұрады, соған байланысты қойылды. Сонымен қатар Абайдың шығармаларын біз 3 жүйеге жіктедік. Бірінші Абайдың лирикалар мен поэмалар, өйткені оның өлеңдерінің жартысы лирика мен поэмалардан тұрады. Екінші Абайдың қара сөздері, үшінші Абайдың аудармалары. Әрине бұл орталықтың негізгі ашылу мақсаты қазіргі жастар, одан кейінгі жастарда Абайды танып білсін, кеңінен танып білсін, Абайдың мұраларын бізге насихаттау, бұл орталықтың ашуы.